Мұқағали үшін поэзия қол жетпес қиялда емес, айналамыздағы әрбір құбылыста. Ақын оны алаулаған таңдардан, қарауытқан асқар таулардан, тіпті адам жанының тереңіндегі қуаныш пен мұңнан іздеп, содан жұбаныш табады. Ол үшін жыр әлемі өмірдің әр сәтіндегі сұлулық пен шынайылықтың көрінісі. Ендеше, ақынның бүкіл болмысымен іздеп өткен сол бір киелі өнерін, поэзия, өлеңін бірге тыңдап, тамашалайық. Поэзия, менімен егізбедің, сен мені сезесің бе? Неге іздедім? Алауыртқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім, кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сен іздедім, жоғалған замандардан. Сен іздедім, досымнан, қасымнан да. Ақша бұлттан іздедім, жасымнан да. Сенбе дедім, ақ нөсерді ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көкжиек пен көкжиек қосылғанда, махаббаттан іздедім, сағыныштан, арманымнан іздедім, алып ұшқан, сәттерімнен іздедім, жаңылысқан. Сен іздедім, жадырау жабығыстан, сен іздедім, зеңбірек гүрсілінен, күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен, қуаныштан, түршігу, күрсінуден, жүректердің іздедім дүрсілінен. Сен іздедім, сезімге, у шараптан да, минуттерден іздедім, сағаттан да. Сен іздедім, іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз қып жаратқан ба?